Енді 90-нан бері қарай қазір күніміз айтайықшы. Неге жастар әлсіз? Балалар неге? Әкелерін көрмейді ғой көбінесе. Әкесінің айтатыны, мен жұмыстамын дейді. Не, баяғыда әкелерім жұмыс жасамады ма? Сен ғана ма жұмыс жасап жатқан? Қалай ол жұмыс жасады ғой оларда? Олар жасаған кезде де қандай жұмыс жасады олар? Ауыр жұмыс жасады. Қазір күнде бала әкесін көп көрмейді. Оның айтатын сылтауы жаңағыдай не? Ақша табуым керек. Оның ақша табуында не себепкер болды? Кредит алған ол адам ше. Кредит алуда не себеп болды? Еліктеу бар. Абай атамыз айтады ғой. Сыртқа жүріңді қампитып көрсеткеніңмен дейді, ішің қуыс қой дейді. Басқан кезде екі түрлі бай бар да. Шымен Құдайдың бере салған байлығы бар, байлары бар. Олар қанша қазір дүниесін шашса да оған келе береді орнына. Бірақ ол деген сөз, оны Алла жақсы көргендіктен беріп жатқан жоқ дейді. Оны сынап жатыр дейді. Яғни дүниесін қайда жұмсап жатыр бұл адам? Екінші байлар бар, жасанды байлар да. Аларға еліктеп тұр. Барады кредитке машина мініп алады. Кредитке үй соғады. Кредитке той жасай салады. Ой, мынандай ресторанда осындай өнер адамдарын шақырып осындай болды. Бірақ артынан сосын не істейді оны жабу керек қой енді. Сосын тырмыңыстап сосын не жұмыстан жұмысқа кіріп жүрген. Мына жақта маңызды бала шағасының тәрбиесі қалып жатыр. Ол бала әкесін көрмейді. Әкесінің айтатын сылтауы жаңағы, бала мен ақша тауып жатырмын, мен жұмыстамын. Тағы басқа. Не жетпей жатыр соншалықты? Мысалы, кризис дейтін болса, кризис байда көріп тастады ғой ата-бабаларымыз. Жоқшылық, небір ашаршылықты көрді солар. Бірақ енді соншалықты баланың тәрбиесіне олар немқұрайлы қараған жоқ олар. Салыстырмалы түрге қарасақ, жалпы алған кезде Құдайға шүкір дейтін жағдайымыз бар да халықтың. Бірақ ненің күні көрінді соншалықты жаңағыдай кредитке ұрынып, қарыз болып, ол қарыздың орнын жаба алмастан жаңағыдай балалардың тәрбиесіне мән беретін уақыттың бәрін басқа жаққа жұмсап жатыр адамдар. Сонымен не болады? Жаңа сіз айтқан сұрағың жауабын бірі қырда осы жерде да. Яғни 90-нан бері қарай балалар неге әлсіз? Неге ептісіз? Неге ебі келмеді? Ебі келу үшін оның әкесі жанында болу керек еді ғой. Оның әкесі ертіп жүріп қолынан, ой балам, ол неге немесе жастар бауырмашылық әлсіз дейді. Оның бауырмашылық болу үшін әкесі ертіп ауылға апару керек қой оны қайта-қайта. Ағаларымен таныстыру керек. Талай ағаларымыздың қолына су құйдық ауылға барып та мысалға. Талай таяғын жедік, талай боқтауын естік мысалға да ағаларымыздың. Ашығын айтатын болсақ. Бірақ онымен біз біліп тұрамыз. Ол ағам мен адам болсын деп жатыр. Мен жек көргендіктен емес дегенін мен жақсы көретінбіз да ағаларымызды. Қазір жастар айтады, бауырмашылығы әлсіз деп кетті дейді. Ағасын іздемейді дейді, іздеп бармайды, араласпайды. Неге араласпайды? Өйткені оның жаңа ортадағы лек, жаңа әкесі жалғамай жатыр ғой көпір секілді екі жақта.